Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Бүгін 2026 жылдың 9 маусымы сейсенбі және әлемдік қаржы нарықтары біртіндеп геосаяси жаңалықтарға эмоциялық реакциядан кейін негізгі экономикалық факторларды бағалау кезеңіне өтуде. Маусым айының басындағы жоғары құбылмалықтан кейін инвесторлар жаңа аптаны сақтық оптимизммен бастап жатқанын айта кету қажет. Нарық үшін басты тақырыптардың бірі ақш-та жарияланатын жаңа инфляциялық көрсеткіштер және келесі аптада өтетін федералдық резервтік жүйесінің маусым айындағы отырысы. Және бүгінгі күн тізбені шолып өтетін болсақ, мінекей маңызды жағдайлар экрандарымызда. Дәл осы жағдайлар бүгінгі күні жалпы бүгінгі сауда сессиясы барысында нарықтардың қимылдарын анықтайтын болмақ. Және дәл осы орайда бізде сіздермен бірге нарықта болатын жағдайларды мұқият талқылап, мұқият қадағалап отыратын боламыз. Енді әрмен қарай асықпай біздің тақырыптарға көшетін болсақ, америкалық доллармен бастайтын боламыз. Әдеттегідей DXY доллар индексі соңғы 2 айдағы ең жоғары деңгейлердің маңында қалып отыр. Күні кеше біз өте бір жоғары құбылмалықты көрген едік. Дәл осы көрсеткіштер аясында америкалық валютаға қолдау өткен аптаның соңында жарияланған ақш еңбек нарығының күшті статистикасынан келуде. Біз жаңа айтып өткендей, өткен брифинг барысында нақтырақ айтсақ айтып өткендей, 172 мыңға жуық жаңа жұмыс орны пайда болды деген ақпараттың арқасында енді қолдау өте жоғары. Инвесторлар федералдық резервтік жүйесі қатаң ақша несие саясатын бірнеше ай бұрын болжанғаннан әлдеқайда ұзақ сақтауы мүмкін деген пікірлерге жиі келе бастады. Қазіргі уақытта нарықтың басты назары ақштағы инфляциялық көрсеткіштерге аударылған. Дәл осы деректер пайыздық мөлшерлемелердің болашақ бағытын анықтауы мүмкін. Егер инфляция күтілген деңгейден жоғары болып қалса, нарық ФРЖ мөлшерлемелерін жақын арада төмендетеді деген сценарийден толықтан бас тартуы мүмкін. Сонымен қысқа мерзімді перспективаларды қарайтын болсақ, достар, бұл бетте күні кеше өткен өте жоғары өсімнен кейін кішігірім баяулап бара жатқан көріп отырмыз. Доллардың жалпы қарқыны дәл осыған ұқсас жағдай еуро-доллар жұбында да орын алып жатыр, бірақ енді бұл қарқын ұзағынан сақталады дегенге күмәнім бар. Еуро-доллар жұбы соңғы апталардағы жергілікті минимумдарға жақын деңгейде саудаланып жатқан көрдік. Біз сіздермен бірге Еуропалық орталық банктің қатаң ұстанымы туралы күтулерге қарамастан инвесторлар әзірге долларды таңдап жатыр. Бұған америкалық облигациялар кірістілігінің жоғары болуы және қорғаныс активтеріне сұраныстың артуы себеп болып отыр. Британ фунты да күшейген доллардың қысымын сезінуде, бірақ енді дәл осы еуро-доллар жұбы туралы әңгімені жалғастыратын болсақ, бұл жерде де кішігірім өсім болуы тиіс. Дәл осыған ұқсас жағдай мінекей біз көріп отырмыз. Құбылмалық фунтқа да қатысты болды. Жалпы есебімен айтқанда британ фунты да күшейген америкалық доллардың қысымын сезінуде. Сонымен қатар Ұлыбританиядағы инфляция деңгейі әлі де жоғары болып отырғандықтан Англия банкі мөлшерлемелерді төмендетуге асықпайды деген пікір сақталуда. Сондықтан фунт доллар жұбының алдағы қозғалысы көбінесе ақш экономикасы бойынша жарияланатын жаңа деректерге байланысты болатыны сөзсіз анық. Және көрейік, жаңа айтып өткендей, осы қысқа мерзімдегі доллардың күшеюі аяқталуы тиіс деген ой пікірлер бізде бар. Сондықтан дәл сол ой пікірлерді бізде сіздермен бірге ұстанатын боламыз әлмен қарай. Соңғы тәуліктегі ең қызықты оқиғалардың бірі мұнай нарығында байқалады. Таяу шығыстағы жағдайға байланысты мұнай бағасы күрт көтерілгеннен кейін нарықта белгілі бір түзету бастады. Бұған өңірдегі жағдайдың уақытша тұрақтануы және мұнай жеткізілімдеріне қатысты алаңдаушылықтың біршама төмендеуі себеп болды. Нәтижесінде мұнай бағасы жергілікті минимумдардан шегінгенімен тарихи тұрғынан алғанда әлде жоғары деңгейде қалып отыр. Қазіргі уақытта мұнай нарығына екі қарама-қарсы фактор әсер етуде. Бір жағынан геосаяси тәуекелдер мен жеткізілімдерге қатысты белгісіздік, екінші жағынан инвесторлар жоғары мұнай бағасының әлемдік экономикасына әсері туралы көбірек ойлана бастағаны. Егер энергия тасымалдаушылары ұзақ уақыт бойы қымбат болып қалса, бұл экономикалық өсімді баяулатып, болашақта шикізатқа деген сұранысты төмендетуі мүмкін. Және онымен қатар айта кетейік, таяу шығыстағы жағдайға байланысты да қазір енді дәл осы жағдай кішігірім стабилизацияға ұшырайды деген ойдамыз. Сондықтан көреміз қандай оқиғалар орын алатынын. Ал канадалық доллар туралы айтатын болсақ, жоғары мұнай бағасынан қолдау алып отырған валюталардың бірі дәл осы канадалық доллар. Алайда америкалық доллар
сонымен канадалық доллар жұбына күшті америкалық долларда өз әсерін тигізеді. Сондықтан қазіргі уақытта нарықта екі фактордың күресі байқалады. Мұнайдың канадалық валютаға беретін қолдауы және ақш долларына деген жаһандық сұраныс. Дәл осы екі фактордың арасында енді билеп жатқан канадалық долларды көріп отырмыз. Егер біз мысал үшін қазір доллар төменге ұмтылады дейтін болсақ, сәйкесінше канадалық доллар енді өз позицияларын сәл күшейтуі мүмкін деген ой пікірлер бізде бар. Және келесі бір басқа өңірге назар аударатын болсақ, ол әрине де Азия өңірі екенін айта кетейік. Азия нарығында басты назар Жапон иенасына аударылған. Доллар иена жұбы бұрын Жапония билігінің алаңдаушылығын тудырған деңгейлерге қайта жақындай бастады. ақш пен Жапония арасындағы пайыздық мөлшерлемелер айырмашылығы өте жоғары болып қалып отыр, және бұл долларды қолдап жатыр. Сонымен бірге нарық қатысушылары Жапония банкі мен үкімет өкілдерінің мәлімдемелерін мұқият бақылауда. Валюта нарығына ықтимал араласу туралы кез келген белгі котировкаларын күрт өзгеруіне алып келуі мүмкін. Осындай мінекей әзірге жағдай, бірақ ол жақта да аса бір өзгерістер болмай жатқан көріп отырмыз. Кішігірім жапониялық иенаның күшеюі әбден ықтимал, сондықтан көреміз қандай жағдайлар болатын. Қор нарықтары аптаны аралас көңіл-күймен бастауда. Бір жағынан геосаяси шиеленістің аздап белсендеуі, бәсеңдеуі, кешірім өтінем, инвесторлардың көңіл-күйін жақсартты. Екінші жағынан облигациялар кірістілігінің өсуі және жоғары пайыздық мөлшерлемелердің ұзақ сақталуы туралы күтулер тәуекелді активтерге деген қызығушылықты шектеуде. Нәтижесінде көптеген әлемдік қор индекстері нақты бағытсыз саудалануда және жаңа экономикалық сигналдарды күтуде. Алтын бағасы бүгін қалыпты деңгейлерді жалпы көрсетіп жатыр деп айтуға да келеді. Кішігірім өсуді біз айтпақшы күткен едік, және сонымен бұл өсу болды деп айтуға да келеді. Бағалы металға бір уақытта екі түрлі фактор әсер етуде. Геосаяси тәуекелдер қорғаныс активтеріне деген сұранысты қолдайды, алайда доллардың нығаюы мен америкалық облигациялар кірістілігінің өсуі аптаның бағасына, алтынның бағасына қысым көрсетіп жатыр. Сондықтан алтын нарығы әзірге жаңа драйверлерді күтуде. Сонымен қатар көрейік, енді кішігірім өсу мүмкін, жалпы бұл баға кішігірім стабилизацияға ұшырап дегендей, бірақ жалпы есебімен енді бұны болжау әзірге қиындау. Егер бүгінгі нарықтың негізгі көңіл-күйін бір сөйлеммен сипаттайтын болсақ, онда ол мынандай сұраққа тіреледі. Федералдық резервтік жүйесі жоғары пайыздық мөлшерлемелерді қанша уақыт сақтай алады? Дәл осы сұрақтың жауабы алдағы апталарда доллардың, бүкіл осы жұптардың, қор индекстердің және алтынның, мұнайдың бағасын анықтайтын болмақ. Сондықтан инвесторлардың назары біртіндеп геосаяси жаңалықтардан макроэкономикалық статистикаға ауысып жатыр. Ал ақш-та жарияланатын инфляциялық есептер маусым айындағы ең маңызды оқиғалардың біріне айналуы мүмкін. Осымен бүгінгі біздің кішігірім брифинг аяқталды. Қадірменді көрермен назарларыңызға үлкен рахмет. Егер Форекс жаңалықтарын жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде Амаркетстің әлеуметтік желілеріне, яғни Telegram және Instagram парақшаларына жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Онымен қатар біздің YouTube арнамызға жазылып кішігірім хабарламаларды қосып алуды да ұмытпаңыздар. Келесі брифинг барысында кездескенше сау болыңыздар.